Бәріне сәлем, бүгін 14 наурыз 26 жыл. Бүгін әріптесімнің баласының 40-ынан шығару рәсімі өтеді. Бірақ 40-ан ертерек шығарып, қонаққа бірден баратын сияқтымын. Кешкі 6-ға шақырдым. Содан кішкене бір влог болып қалар, бәлкім. Мен Айдайға костюмчик істеп жатырмын, таймашонға бір ойыншық қалсам да жарай беретін сияқты. Түк-түк. Қатты келген ойыншықтар. Ол балалар. Мынандай әлі бітті сияқты, 2 жасар бала. Ондай бір себеп. Stranger Things. Балалардың несі ғой? Арманы ғой мына жер. Для девочки. Это как ночник, что ли, или как? Это слип. Слип. Да. На каждый день, да, дома будет, наверное. Ну, вообще, да, одеваю. Носочки не любят, да, младенцы, скорее всего, если? Да, никто не спрашивает. Надели все. Ой, нет. Только вот этот, да? Дайте вот этот. Пакетик специальный. Осындай стич, сосын костюмчик алдым. Сосын Айжекенің сыйлығын ұстап баратырмын. Енді көлікке тапсырыс берем. Ал болып қалды, как раз үлгерем. Дала күшті, жылы отыр, прям көктем сезіліп жатыр. Қап-қапта. Young people деген әні. Так. Все. Сәлеметсіздер ма? Распаковка жасаймыз. Вот енді өзің құрап алдысың ма? Ал. Абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Маған айдын шалқар көл сұлу, өзгергенде ең сұлу, өмірлік дос сен сұлу. Өзім сүйіп ұнатқан, бәрінен де тұрдың сен. Қайдасың бұл күнде, сенізде бармадым, сыр бойын шарладым. Сенізде бармадым, сыр бойын шарладым. Айдайды көрдіңіздер ма? Айдайды көрдіңіздер ма? Принесли, но это для нее. Держите. Біреуін ашып, тарат жерін. Давай, ширавчыш. Кімде қыз бала бар? Комедия для мальчиков и для девочек. Яттағы қалыпты міне. Қыштыма деп ата. Анау бесікке салған кезде күйді ғой. На печеньканы жеуге болады ғой. Бесік жоқ бетен. Жұғысты болсын деген ғой. Айдайға аяғым ауыр болғалы бермейді. Айдайдан да ассоциацияда сары түскен болды. Өзімде де дәл осындай жүзік бар. Сендерге де осындай бір-бір қыз жұғысты болсын деп. Жаным. Айдан анау саған. Алдырдың кіндік мамамызға. Еще кіндік мамамызға тағы бір сыйлығымыз бар. Не аламын деп көп ойландым. Бұл кісілер жаңа үйге көшіп жатыр. Сондықтан сервиз ыдыс алдым. Үстіне бүгін кіндік мамамыздың туған күні. Туған күніне отбасылық фотосессия жасағысы келіп жүрген подарок.
Кәде бар, сыйлық бар, тойбастар бар. Енді мынау біздің қыздардың атынан өзіміздің араласатын Алматыдан Камила бар, Ақтөбеден Мадинаның атынан шашу дей ма, не дейді соны. Енді ішінде Айдайға ойыншықтарымыз бар, тәттілеріміз бар. Ертеңгі келетін кісілерге, енене, ауылға бердіресіз. Ол жай ғана енді кімге дайындағанымыз Айдайға, бірақ басты осындай Аконға керек деп өз айтқаннан кейін Айдайдың денсаулығы үшін керек деп осындай очиститель воздух алдық. Ол барлық өзіміздің қыздардың атынан. Таймашом кетші бар дейді ғой. Камерамен өскен бала екен көрінді ше. Бәрі назар жоғанда кетші деп қарап тұрады ғой же. Саматса. Будущем 20 жылдан кейін көретін навид остается. Статилер. 20 жылдан кейін өзімді көріп, неше дәне қазақта жақсы сөз бар ғой. Ішкі нұрымызды, көктемімізді жоғалтпаймыз. Жүзіміз бүгін қалай жарқырап тұр, дәл сондай болсын. Біздің отымызды, сәулемізді, күнімізді, біздегі амбицияны өшірмейтін жолдасымызды кездестірейік. Амин. Конечно, сразу телеграмда жіберем. Кстати, айфон оқырмандарына жалынды сәлем. Өтсіра, видео ғой мен. Бұл Маркестің туындысы ғой. Күшті жасапты. Таймас биле. Жаным. Сәлеметсіз. Күшті кадрымызды күшті сәндеп жүрдіңіз ғой. Итеріп Итер емес, ол не эффект ломки болады білесің бе? Ломки эффект деп айтатын. Тония қисаймай. Нан жақсылап түсір керек. Нормально. Күшті. Прям нешті. Соның қалай айтамыз? Не дейміз бұны? Блогыға келесіз бе? Блог запустим деп андай реклама жасап орамал қымбатқа келіп тұрдар. Таймашон. Коридорда мәз